Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте керемет синнабон булочкаларын дайындаймыз. Сіздер де дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, өте дәмді булочкалардың бірі. Ең алдымен жылы сүтімізге аздаған шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен 1,5 кішкентай қасық дрожжымызды саламыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Енді жақсылап араластырып болып, бетін жауып 5-10 минут көлемінде қойып қоямыз. Екінші таза құрақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі формаға енгенше араластырып аламыз. Мінекей, енді көргеніңіздей дрожжымыз көтеріліп, осындай опера пайда болды. Енді жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, жақсылап араластырып, оның үстінен ерітілген сары майымызды салып араластырамыз. Барлық қажетті заттарды төменге жазып өттім, сол жерден қарап жасай аласыздар. Енді ұнымызды елеуіштен өткізіп, ең алдымен осылай араластырып аламыз, одан кейін қолымыздың көмегіменен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр шығады. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Енді қамырымыз көтерілгенше бетін жауып 40-45 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, менің қамырым 45 минутта көтерілді. Өте әдемі болып көтеріліп шықты. Енді аздаған ұнымызды сеуіп, қамырымызды дөңгелетіп жаямыз. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Жаю барысында аздап қана ұн қолдансаңыздар жеткілікті. Осылай, мінекей, бірінші қолымыздың көмегіменен жайып алдық. Енді оқтаудың көмегіменен дөңгелетіп жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта болады. Енді қамырымыздың үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды жағып шығамыз. Барлық шетіне сары майымызды тиюі қажет. Мінекей, біркелкі етіп сары майымызды жағып шықтым. Енді арасын салатын начинкасын дайындаймыз. Қантымызға 3-4 ас қасық макымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Негізі синнабонға мак емес, корица қолданады. Менің балдарым корицаны ұнатпағандықтан мен мак қолдандым. Мінекей, осылай қамырымызға біркелкі етіп, барлық жағына шашып, жайып шығамыз. Егер сіздерді макта, корицада қаламайтын болсаңыздар, тек қана қанттың өзін сеуіп, оразаңыздар жеткілікті. Мінекей, видеодағыдай етіп, нығыздау етіп, орап шығамыз. Рулет тәріздес етіп, дөңгелетіп, орап шығамыз. Мінекей, орап алдық. Енді жіптің көмегіменен, немесе үлкенде пышақпен кессеңіздер болады. Мен жіптің көмегімен кестім. Бір тегіс әдемі болып кесіледі. Осылай кесіп шығамыз. Осы уақытта пешімізді қыздырып қойыңыздар. 180-200 градуста қызып тұруы керек. Мінекей, барлығын кесіп алдым. Енді пергамент төселген табамызға жайғастырып шығамыз. Бір-бірінен кішкене алшақ орнатқан дұрыс. Себебі қазір біз печкаға салмай тұрып 10 минуттай көтертіп қоямыз, бетін жауып. Одан кейін печкаға салған соң тағы көтеріліп іседі. Мінекей, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, қарасаңыздар, өте әдемі болып көтерілді. Енді қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Енді бетінен жағатын помадкасын дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды, қант ұнтағымызды және де молокомызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Негізі помадкасына творожный сыр қолданады. Менде творожный сыр болмағандықтан сгущенка қолдандым. Мінекей, синнабондарымыз пісіп шықты. Өте әдемі болып қызарған, дәмі де керемет болды, жұмсақ болып шықты. Енді жаңағы дайындап алған помадкамызды ыстықтай бетіне жағып шығамыз. Себебі ыстықтай жақсаңыз, арасына сіңіп әдемі болып тұрады. Жұмсақ, одан да дәмді, одан да тәтті болып шығады.
мінекей барлық жеріне бірдей етіп жайып шықтым. Булочкаларымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі, өте дәмді, өте жұмсақ булочкалардың бірі. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет. Ас болсын.